Армысыздар, Ирбис телекомпаниясы сейсен бүгінге келіп түскен жаңалықтарды ұсынады. Студияда Қасымхан Алдашев бүгінгі хабарымызда. Полиция департаменті басшысының орынбасары қоласындағы қызметкерін өзіне өзі қол жұмсауға жеткізу бойынша істі тергеуге байланысты қызметінен шеттетілді. Руслан Оспановтың әйелі эксклюзивті сұхбат берді. Пробация қызметінің инспекторын алаяқтық жасауға әрекеттенді деп айыптады. Шығатын жол тапты. Бір тәулік ішінде бір апта бойы тіршілік нәрінсіз отырған көп қабатты үйлердің тұрғындарына су болады деп уәде берді. Пробуют методом санации, трубопроводом соткой, зайти в трубопровод 150. Балалар көркем сурет мектебі 40 жылдығына орай шығармашылық калейдоскоп ұсынды. Арматураланған газоблок 460 теңгеден. Телефоны 78 32 32. Жүргізушілерге киім сұнған Lamberti ерлер киім салоны. Жыл басынан Павлодар қаласындағы 200-ден аса әулетке атаулы әлеуметтік көмек беруден бас тартылды. Олардың табыс көлемі шекті деңгейден асып кеткен. Сонымен қатар қазір арнайы комиссия өз кірістерін жасырған отбасыларды анықтау үшін тұрғын үйлерді аралап жүр. Жыл басынан Павлодарда 3360 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған екен. Сәуір айынан көмек қаражатын алуға ниет білдіргендердің саны күрт артыпты. Алайда елімізде өз кірісін жасыру жағдайлары тіркелген болатын. Сол себепті арнайы комиссия құрылды. Олар 2 ай бойы тексеріс жүргізуде. Шаһарымызда өз кірісін жасырған деректер тіркелмеген. Дегенмен қаңтар айынан 244 отбасыға атаулы әлеуметтік көмекті беруден бас тартылыпты. Алдауға да жатпайды. Мысалы келгенде бірінші адамдар көбісі жәнегі жекеменшік фирмаларда жұмыс істейді, және айтамыз ғой ТО, ИП дегендей. Ол кісілер жұмыс істегенде жәнегі нелерін еңбек ақыларын кейін жіберу мүмкін. Мысалы көбінде оны жекеменшік кәсіпкерлер болғанда ай сайын емес, 3 айда мезгілінде бір рет жіберіледі. Ол кісілер бізге келгенде кірістері жоқ сияқты көрініп тұрған болатын. Ал атаулы әлеуметтік тағайындалғаннан кейін артынан тексерілгенде қайтадан өткен жәнегі кварталдың еңбектері түседі. Комиссия тұрмыс жағдайына емес, отбасының ең төменгі табыс деңгейіне ғана қарайды дейді жұмыспен қамту орталығында. Демек әулеттің бір айлық табысы адам басына шаққанда 20.789 теңгеден аспауы тиіс. Қасымхан Алдашев, Тимофей Голев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін монополияға қарсы мамандар көлік жуу орындары иелерінің жүгінуі бойынша жоспардан тыс тексеріс нәтижесі туралы айтты. Кәсіпкерлер водоканал әрекетіне шағымданған болатын. Толығырақ бизнес жаңалықтарда. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Шілде айының соңында бірнеше көлік жуу орнының иесі кәсіпкер сағат негізінде қала әкіміне келген болатын. Олар жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді деп айтты. Алпауыт суды сөндіріп тастаған. Олар түк шықпаған соң бизнес құқығын қорғау бойынша кеңеске жүгінген. Отырыста водоканал өкілі болмады. Жазбаша жауапта тұтынушылар сумен қамту және суды бұру жүйесін пайдалану ережелерін бұзды деп жазған. Кәсіпкерлер палатасында көлік жуу орындарын иелерін қолдады. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі департаментінде 5 бизнесменнің жазбаша хаты бойынша жоспардан тыс тексеріс ашқанын хабарлады. Бүгін нәтижесімен бөлісті. В ходе проверки тексеріс барысында табиғи монополиялар туралы заңның бұзылғаны анықталды. Қызмет көрсетуші мен тұтынушы арасындағы келісім шарттың кейбір талаптары бойынша сәйкессіздік анықталды. Суды келісім шарт талаптары негізінде сөндірген. Алайда бұл талаптар заңды тұрғыда бекітілген типтік келісім шарттың талап етілетін нормаларына толық сай емес болып шықты. Осыған байланысты біздің департамент Павлодар водоканал жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне алған олқылықтарды жою бойынша жазбаша өкім шығарды. Алпауытты бүкіл келісім шарттарды сәйкестендіруге міндеттеді. Сонымен қатар су жіберуді тапсырды. Департаментте 5 нысанның 4-еуіне су берілді деп нақтылады. Тағы біреуі құжаттарын рәсімдеумен айналысуда. Көлік жуу орны әзірге жұмыс істемей тұр. Бекбол Мырзахан, Ольга Шкрет, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысы біріккен ұлттар ұйымын тұрмыс сапасын жақсарту, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешу сұрақтары бойынша қолдайды. Бүгін семинар қатысушылары ауқымды трендтарды сөз етті. Жасыл экономика, стартап жобалар, әл-ауқатты жақсарту, қауіпсіздік, жалпы тұрақты дамудың 17 мақсаты ойын форматындағы іскерлік әңгімеде назарға алынды. Күннің басты нәтижесі бизнес пен экология өзара байланыстағы салалар екендігінде.
Невозможно развивать Бизнесті қоршаған ортаны сақтамай дамытуға болмайды. Егер ауа мен су таза болмаса, кәсіпкерліктің тиімділігі болмайды. Адамдар ауыра бастайды, ал бизнес дамымайды. Бірақ бизнессіз тиімді жобаларды қолға ала алмаймыз. Оған қаржы салымы қажет. Что уникально, то что мы сегодня... Бүгінгі шараның ерекшелігі ол іскерлік ойын форматында өтеді. Әр қатысушы тұрақты даму мақсатына тартылады. Бұл бейімделуге мүмкіндік береді. Ең қызықтысы, Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің сөзінше 17 мақсаттың басым бөлігі Қазақстан стратегиясына енгізілген. Бұл факт әлемдік кеңістікте керемет саналады. Ал бүгінгі семинар барысында бизнес құрылымдарының және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері климатты өзгертуге, жасыл экономикаға көшу, әлеуметтік сұрақтарды шешумен күрестің маңыздылығын ерекше атап өтті. Бекбол Мырзахан, Артем Боланов, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Керемет сынап дүкені Зота, Будерус, Магнум Қарағанды әйгілі сауда маркалардың электрлік және қатты отынды қазандықтардың алуан түрлерін ұсынады. Әрдайым сұрыпталымда түтіндіктер, монша пештері мен тағы басқалары. Заманауи, қуатты және технологиялық үлгілер. Кез келген бөлмеде үздіксіз жылулықты қамтамасыз етеді. Қолжетімді бағалар, асығыңыздар. Жеңілдіктердің икемді жүйесі қарастырылған. Сонымен қатар тауарды бөліп төлеу арқылы алуға болады. Керемет сынап, әр үйге жылулық сыйлайды. Циолковский көшесі 24. Павлодар облысы полиция департаменті басшысының орынбасарын жұмыстан босатты. Аудандық бөлімше қызметкері Руслан Оспановтың өлімі бойынша тергеуге байланысты бұл шешімді Ішкі істер министрлігі қабылдады. Марқұмның туыстары басшының өлімге қатысы бар деген болжам айтып отыр. Руслан Оспановты қыркүйектің 19-ы үйдің маңындағы гаражда асылып тұрған күйінде тапқан. Артынан полиция дерек бойынша тергеу басталған мәлімдеді. Марқұм Павлодар ауданы полиция бөлім басшысының орынбасары болғанын растады. Бүгін жұбайы қаралы күні күйеуі досына хабарласқанын айтты. Он утром ушел на работу. Таңертең жұмысқа кеткен. Түсте үйге келіп, Ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Шакировпен кездесу болатынын айтты. 14:30-да тамақ ішіп, артынан ұйықтай алмай жұмысқа кетті. Кешке қоңырау шалып, кешігетінін айтты. Соңғы рет түнгі 1-де сөйлестік. Артынан телефонын сөндіріп тастады. Досына хабарласып, бұлай өмір сүре алмайтынын айтыпты. Ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Шакиров жұмыс жасауға мұрша бермейді депті. Айғыз Оспанованың сөзінше күйеуі жұмыста қысым көріп жүргені жайлы бірнеше мәрте айтқан. Жиындарда полиция департаменті басшысының орынбасары негізсіз кінә тағып кемсіткен. Бүгін ведомствода туыстар айтқан сөздерден кейін қылмыстық іс сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке бағытталғанын жеткізді. Мы сами инициировали вопрос. Болашақта объективтілікті қамтамасыз ету үшін істі басқа органға беру мәселесіне біз өзіміз бастамашылық еттік. Ертең өздерін тергеу жүргізіп жатырсыңдар деп шағым түспес үшін министрліктің бұйрығымен қызметтік тергеу барысында ол лауазымдық міндетінен босатылады. Қылмыстық істі беру мәселесі прокуратурамен келісілген. Өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Айғыз Оспанова Ішкі істер министрлігі мен бас прокуратураға Павлодар облысы полиция департаменті басшысының орынбасарын жұмыстан шығару талабы жазылған хат жіберген. Бекбол Мырзахан, Артем Клеван, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Демалушыға қырындаған Баянауылдық полиция бойынша айыппұл төлеп жұмыстан шығарылады деген шешім шықты. Әзірге қызметінен босатылмады. 41 жастағы тәртіп сақшысы қазір сырқаттану бойынша еңбекке жарамсыздық парағын ашқан. Қылмыс құрамының жоқтығына байланысты іс жабылды. Айнара Жасыбай көлі жанында демалу кезінде орын алған жағдайды полицейлерге тамызда айтты. 28 жастағы қыз оған қызметкердің қырындағанын айтып, шағым түсірген. Жеке қауіпсіздік басқармасында қоқан-лоққы көрсету бабы бойынша тергеу бастады. Бірақ қылмыс құрамының жоқтығына байланысты іс жабылды. Тек әкімшілік кодекс пен ұсақ бұзақылық бабымен шектелді. Постановлением указанного суда Сот қаулысымен ол кінәлі деп танылып, оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл төлеу жазасы тағайындалды. Одан бөлек осы факт бойынша жеке қауіпсіздік басқармасы құрамы қызметтік тексеріс өткізді. Нәтижесінде 8 тамызда тәртіптік комиссия құрылды. Онда қызметкерді ішкі істер органдарының қызметкерлерінің лауазымын түсіру бойынша жұмыстан босату шешімі қабылданды. Полиция 22 жыл Баянауыл ауданында органда қызмет еткен. Естеріңізге сала кетейік, қыз балаға қырындады деген уақытта ол сырқаттануына байланысты еңбекке жарамсыздық парағы бойынша жұмыста болмаған. Шешім шыққанымен әзірге оны жұмыстан шығара алмайды. Қызметкердің жұмысқа шыққанын күтуде. Самал Белгібаев, Артем Клеван, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Желіде баян жануда хэштегімен жарияланған публикациялар көбейіп кеткен. Ұлттық парк аумағындағы өрт бірнеше күн бұрын басталған.
Жалынды сөндіруге 38 техника бірлігі мен 150 адам жұмылдырылған. Ал бүгін жалын толығымен ауыздықталды деп хабарлады. Толығырақ біздің дәстүрлі шолуда. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Тілсіз жау елді мекендерге жетпеген, алайда төтенше жағдайлар департаменті ұлттық парктегі өрттің соңғы 4 жыл көлеміндегі ең ірі екенін айтуда. Жалын 93 гектарды жалмаған. Себептерін мамандар анықтауда. Ол үшін арнайы комиссия құрылған. На сегодняшний момент времени, значит... Қазір жағдай тұрақты, ашық өрт ошақтар байқалмайды, ол жақтарға күш жіберілмейді, бақылау ғана жүргізіледі. Себебі Баянауылдан тым қиын жер. Кей жерлерде тастар, қураған ағаштар мен өсімдіктер жатыр, және кей кезде ашық өрт орын алып жатады. Павлодар қаласындағы тұрғын үйдің бірінде де орын алды. 1 мамыр 204 көшесінде орналасқан ғимарат тұтас жанып кеткен. Ал дәл жанында мешіт орналасқан, жалпы аумақ 180 шаршы метр. Алау 2-ші қабатты да шарпыған, кейін нысан құлаған. Төтенше жағдайлар департаменті зардап шеккендер жоқ дейді. Пожар, в принципе, один из рядовых. Мұндай жайттар өрт қауіпсіздігін сақтамағаннан салғырт қараудан болып жатады. Бұл оқиға бойынша жұмыстар жасалуда. Бір тәулік көлемінде толыққанды ақпарат ұсынатын боламыз. Павлодарда көп қабатты тұрғын үйлерге жылу бере бастады деген жаңалық Ирбис телекомпаниясының инстаграмдағы ресми аккаунтында қызу талқыға түсті. Көбі ыстық судың жоқ екенін айтып шағымдануда. Ыстық су қайда? Уәде бергендеріне 1 ай болды. Малайсары 35-ті ыстық су мамырдан бері жоқ. Осы үйде тұрғаныма 30 жылдан асты. Мұндай сорақылықты бірінші рет көріп тұрмын. Әлеуметтік желіде Tetris Challenge белең алуда. Ол Еуропадан бастау алған. Эстафета қатысушылары шұғыл қызмет көліктеріндегі барлық заттарын көрсету керек. Павлодарлық жедел жәрдем станциясы да челленжден қалыс қалмады. Ондағы барлығы 107 көлік бар. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Жанұя жиһаз салоны 40%-ға дейін жеңілдіктер жариялайды. Ресей және Украина көшбасшы өндірушілерден, премиум топтағы үлгілерден бастап, кербез функционалды нұсқаларға дейінгі жатын бөлмелер, кіреберіс, балалар бөлмелері мен жұмсақ бұрыштық дивандардың мол таңдауы. Салондағы ұсынылған жиһаздың әртүрлі үлгілер қатары кез келген бөлменің ішкі көрінісіне тамаша үйлеседі. Жанұя жиһаз салоны Павлодар қаласы Академик Сатпаев көшесі 253 бөлшек 1 және Пахомов көшесі 114. Пробация қызметінің инспекторы алаяқтық жасағауы әрекеттенген үшін ұсталды. Тергеу барысында жас қызметкердің қол астындағы сотталушыға қылмыстық мерзімін қысқартып беру жөнінде ұсыныс жасаған анықталды. Ақысына 80 000 теңге көлемінде ақша сұраған. Бұл ретте қызметкер ешкімнің көмегінсіз ақ жаза шарасын өзгерте алатынын айтпаған. Сотта пробация қызметінде жыл басында ғана тағайындалған 25 жастағы инспектордың ісі қаралуда. Қызметтік бабын пайдаланып, пайдаға кенелгісі келген. Бұл уақытта ол жарты мерзімін өтеп жүргендерге жаза шарасын өзгерту құқығына ие болды. Бірақ жас маман өзінің қызметін 80 000 теңгеге бағалаған. Мерзімін өтеп жүрген қазіргі жәбірленуші де келіскен. Алайда жемқорлықпен күрес қызметіне жүгініп үлгерген. Осылайша айыпталушы ақшаның екінші жартысын алу кезінде ұсталды. Алдау арқылы мерзімін өтеп жүрген азаматтың 40 000 теңге көлеміндегі қаражатына ие болған. Арбаумен біреудің мүлкіне ие болған жас қызметкер Лермонтов көшесіне бағытталған бетте Павлодар облысының жемқорлықпен күрес қызметінің қызметкерлерімен ұсталды. Алған ақшасын жұмсап үлгермеді, сондықтан алаяқтық жасауға әрекеттену бабы тағайындалды. Қылмыстық іс сотта. Айыпталушы кінәсін толығымен мойындап отыр. Мемлекеттік айыптаушы пробацияның бұрынғы қызметкеріне 562 500 теңге көлеміндегі айыппұлды өтеу жазасын сұрап отыр. Самал Белгібаева, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Қала орталығындағы 2 көп қабатты үй тұрғындары бір апта бойы мүлдем сусыз отыр. Естеріңізге сала кетейін, біз өткен жаңалықтар шығарылымында адамдардың мәселесі туралы айтқан болатынбыз. Ал кеше коммуналшылар қаржы басқармасының балансындағы гаражды айналып өтіп, желіні жөндеу тәсілін тапты.
Бұл Естай 25 және Астана 139 үйлердің ауласы, балалар алаңын қазып тастаған. Бүгін бұл үйдің адамдары сусыз отырғандарына тура бір апта болды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша тіршілік нәрін арнайы көлікпен үзіліссіз жеткізіп отырды. Таңертең және кешкі уақытта 1 сағат ішінде адамдар суды пәтерлеріне тасиды. Кеше оқиға орнына қала әкімі, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары және алпауыт өкілдері келді. Аким разговаривал с горводоканалом. Әкім водоканалмен сөйлесіп, бүгін су беріледі деп айтты. Алайда бұған сену қиын. Себебі қазба жұмыстарын орындауға келген техника кеш келіп, қазір жұмыстар жасалмауда. Су бүгін бере ме жоқ па белгісіз. Мәселе қаржы бөліміне тиесілі. Гаражда пайда болды. Оның астынан біздің желі өтеді. Олардың мамандары да келіп, алпауытқа қазба жұмыстарын жасауға рұқсат бермеді. Жөндеу жұмыстарына бүгін таңертең кірісті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары гаражды бұзып тастау, немесе желіні басқа жақтан тартуға уақыт жоқ дейді. Сол себепті мәселенің басқа шешімін тапты. Павлодар водоканал приступил. Павлодар водоканал диаметрі 150 мм құрайтын құбырда орын алған апатты жоюға кірісті. Санация тәсілін қолданады. Бұлайша айтқанда қаржы мекемесінің жер телімінде қазба жұмыстары жүргізілмейді. Естай 25 және Астана 139 мекен жайында жұмыстар жасалуда. Санация арқылы 150 құбырына 100 мм орнатылады. Жөндеу жұмыстары бүгін аяқталуы тиіс еді, алайда жер асты суы пайда болып кедергі келтіруде. Коммуналшылардың айтуынша жер телімдегі жұмыстар 25 қыркүйекте аяқталады. Кейін бірден су беру қалпына келтіріледі. Айтмұхамбет Айғожа, Валерий Павлов, Ербисель компаниясы. Сынған құдықтар, орталық жағалаудағы Қоқыш және 39-шы мектептің стадионы Ербес көрермендерінің камера объективтеріне түсіп қалды. Қалалықтар ағаштарды кесу жұмыстарына да риза емес. Мобильді қосымша тақырыпты жалғастырады. Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Кутузова 172. Детская игровая площадка. Упало дерево. Сколько обращались в акимат, чтобы поспиливали вот эти все деревья. Никакого толка. 31. Пилились здоровые молодые деревья. А сухостой как раз таки остался на месте. 39-я школа. Здесь идет рубка деревьев. Вот наша набережная. Вот тренажерки. Спокойно у нас гармонирует. Уже в течение недели не опустошает горны. Люди вынуждены сорить. Максенова 18. Вот такой у нас колодец. Весь сломанный. Примите меры. Мы не знаем, к кому обращаться. Вот, сломанный колодец. Тут дырка. Мира 41. Пожалуйста, придумайте что-нибудь. Взяли и сломали. Можно туда и провалиться, ногу сунуть. Некоторые дети туда смотрят, что там есть, и могут провалиться. Павла 11, дробь 1. Во дворах. Вот тепловые сети делали ремонт. Ремонт сделали, а за собой так и не убрали. Не заасфальтировали, не убрали вот эту плиту. Уже 3 месяца валяется эта плита. Куда смотрят городские службы? Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын.
Тәртіп сақшылары, коммуналшылар, тұрғын үй инспекциясы бөлімі мамандары және санитарлық дәрігерлер бірігіп, қала көшелерін абаттандыру бойынша тексеруге шықты. Рейд нәтижесі келесі сюжетте. Бұл Щедрин Архангельская көше қиылысындағы шұңқыр, қазылған жер қоршалмаған және адамдар үшін қауіпті. Әсіресе түнгі уақытта жол техникалық инспекциясының мамандары жер телімінің қожайын іздестіруде. Кейін иесіне қазба жұмыстарына рұқсаты болғанын анықтайды. Табылғаннан кейін айыппұл салмақ. Сондай-ақ екінші Павлодар ауданында жөндеу жұмыстары жасап жатқан мердігерлік ұйым ереже бұзған. Было проведено обследование Геринг Мини көшесінде жүргізіліп жатқан қазба жұмыстарында ереже бұзушылық анықталды. Аталмыш факт бойынша түнгі уақытта жер телімі жарықтандырылмайды екен. Белгілерде стандартқа сай орнатпаған. Кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Екі жер телімнің иесі әкімшілік кодексінің 631 бабы бойынша жауапқа тартылады. Айыппұл сомасы кәсіпкерлік субъектіге байланысты тағайындалады. 50 мыңнан 70 мың теңгеге дейін. Бұл сында ереже бұзушылықты бірден жоюлары қажет. Мамандар бұл жол қауіпсіздігіне кедергі келтіреді дейді. Жарты жыл ішінде 18 факт тіркелді. Ал абаттандыру ережелерін бұзу бойынша 2000-ға жуық хаттама толтырылды. Айдмұхамбет Айғожа, Азиз Исабай, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Биыл көркем сурет мектебіне 40 жыл. Мерейтойға орай облыстық музейде бейнелі өнері мекемесінде тәлім алып жатқан оқушылардың шығармашылық жұмыстары көрермен назарына ұсынылды. Алғашқы тәрбиеленушілерін 1979 жылдан бастап қабылдаған көркем сурет ұжымы бүгінде 40 жылдығын тойлауда. Қазіргі таңда мектеп оқушылары республикалық емес, сондай-ақ шет елдердегі байқауларға белсенді қатысуда. Ұстаздар талантты балақайлардың әр туындысы біз үшін үлкен жеңіс дейді. Республика көлемінде шет елде көп жерлерде біздің оқушылардың суреттері жүлделі орындарға ие болды. Былтыр Назарбаевтың кітапханасында үлкен шығармашылық көрмесі өтті біздің мектептің. Екібастұз көркем сурет мектебінде көрмесі ұйымдастырылды. Енді айта берсек жетістіктер көп. Біздің мектеп әлемде танымал. Айтулы мерекеге мектептің қияға қанат қаққан бұрынғы түлектері және атақты суретшілер мен танымал фотографтар атсалысты. Жиналған қауым суреттерге қарап бір сәтке өз балалық шақтарын еске алды. Біз мерейтойды көрме ашу арқылы атап өтуді шештік. Келушілер мұндағы туындылар арқылы балалар әлеміне сапар шеге алады. Қаламызда осындай керемет мектеп бары бізді қуантады. Көрме залына 17 жасқа дейінгі жас шеберлердің 150-ге жуық жұмысы қойылған. Сонымен қатар қолөнерлік жұмыстарда көпшілік назарына ұсынылды. Экспозицияны бірнеше ай бойы тамашалауға болады. Бекбол Мырзахан, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстан хоккейінің аңызы Сергей Могильников Ертіс хоккей клубының жаңа жаттықтырушысы. Маман 80-ші жылдары торпеданың басты жұлдызы болған. Кейін Нагано олимпиадасында ұлттық құраманы ширек финалға дейін шығарды. Маусым басында ол Көкшетаулық Арланның бас жаттықтырушының көмекшісі болған. Алдаспор жаңалықтары. Футболдан аймағымыздың намысын бірінші лигада қорғап жүрген Екібастұз клубы жеңілісті серияларын бұзды. Өздерінің жаңа Шахтер стадионына оралған кеншілер қыранды қабылдады. 14 команданың арасында 13-ші келе жатқан Екібастұзға қателік жасауға болмайды. Қарсыласта жарыс кестесінде 11-ші. Қыранмен жаңа стадионда өткен матчта келгендердің қарасы қалың болды. Аяқ допшылар жанкүйерлердің сенімін ақтады. Денис Красноперов, Акмал Айменов, Айдын Біралин, Әділ Жаналиев дәл соққылармен көзге түсті. Жергілікті жас ойыншылар кәсіби деңгейге дайын екендерін дәлелдеді. Понимаете, у нас не академия. Бізде академия емес, спорт мектебі бар. Онда тегін түрде ойыншыларды қабылдаймыз. Ертіс сияқты базамыз жоқ. Қазір филиал ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл жеңістің арқасында Екібастұз 17 ұпай жинады. Олар алда келе жатқан Астанадан 2 ұпай қалып келеді. Чемпионаттан бір команда ғана ұшады. Сол себепті алаңдаудың қажеті жоқ. Бұл сында Ақтөбе жастары аутсайдерлер рөлінде. Қаламызда шағын футболдан Қамал Мақпалиевті еске алу жарысы мәресіне жетті. Барлық жеңімпаздарға жалпы 45 жиынтық ойын формалар табысталды. Ауқымды футбол жарысына 300-ге жуық өрен қатысты. Шешуші матчтар финалдық кезеңде өтті. Жарысқа қатысқан 25 командадан тек 2 ғана өтті. 10-ші лицей аяқ допшылары жартылай финалдық матчта бар ынтасымен ойнады. Біз финалда жеңіске жетеміз деген сенімдемін. Біздің ұжым ұйымшыл. Шешуші матчта ойнауға дайынбыз. Финалға 19-шының өкілдері жақсы дайындықпен келді. Олар 2-1 есебімен лицейді артқа қалдырды. Қола медаль үшін 21-ші мектеп 37-мен кездесіп, екіншілері 2-3 есебімен жүлделі орынға жайғасты. Алайда әрқайсысына сыйлық табысталды.
все команды призеры. Мадақтамалармен қатар әрқайсысына демеушілердің атынан бағалы сыйлықтар табысталады. Бұл ойын формалары әр командаға 15 жейде бердік. Жарыстың беделін қатысушылардың көптігінен аңғаруға болады. 300-ге жуық оқушы өз күшін сынап көрді. Үздіктер жаттығу жұмыстарын жалғастыру үшін секцияларға жазылды. Қолдауынан аймағымыздың жасөспірімдер құрамасы республика біріншілігінің күміс жүлдегерлері. Павлодарлықтар соңғы 5 матчта жақсы нәтижеге қол жеткізді. Бұл сында жарыс қожайындары Ақтөбе чемпиондар. Батыс Қазақстан өкілдері Ю-16 республикалық біріншілігінің жеңімпаздары. Ақтөбе қолдаушылары абсолютті көрсеткішке қол жеткізді. Павлодарлықтар оларға бәсекелестік танытты. Соңғы секундтарға дейін таласқан жерлестеріміз бірнеше допқа артта келді. Не знаю почему. Не себепті осындай жағдай орын алған айту қиын. Олардың алаңдарында әрдайым жеңілеміз. Ойын жақсы өтті. Біздің бірнеше ойыншымыз жарақат алды. Менің ойымша барлығы жеңіске жету үшін тырысты. Қалған 5 матчта павлодарлықтар жеңіске жетті. Болсында жерлестеріміз Атырау қаласының өрендерінің қақпасына 60 гол соқты. Кейін Қарағанды, Нұрсұлтан, Ақтөбенің екінші құрамасы жеңіліс тапты. Орал ұжымына қарсы матчта жастар құрамасы қуып жетушілердің рөлін сомдады. Хочу сказать спасибо мальчикам. Ұлдарға алғыс айтқым келеді. Олар бірінші ойында барын салды. Біз 6 допқа артта келе жаттық. Кейін қуып жеттік. Олар болмаса бірінші, екінші орынға таласпаушы едік. Самая сложная игра была только с Актюбинском. Ең қиын матч Ақтөбеге қарсы өтті. Олар алаң қожайындары, жанкүйерлер қызу дем беріп отырды. Командалардың деңгейі тең. Ақтөбені қуып жете алмадық. Күміс медальдармен қатар павлодарлықтар түрлі номинациялар бойынша марапатталды. Владимир Мейер үздік ойыншы атанса, Владислав Каравайны сұрмерген. 6 матчта ол 68 доп енгізді. Кубок ұйымдастырушылар жүлделерді үнемдеген тәрізді. 2 ойыншыға 1 сыйлық берді. Ал спорт туралы бүгінге осы аман саулыңыздар. Қыркүйек айының 25-іне арналған ауа райы мәліметі. Сіздермен бірге Анель Жакина, армысыздар. Алматыда аспан ашық, плюс 25 градус. Көкшетау қаласында күн жаңбырлы, плюс 9 градус. Петропавл шаһарында жаңбыр сіркірейді, плюс 7 градус. Омбыда күн түнеріп жаңбыр жауады, сынап бағаны плюс 10-да тұрақтайды. Новосібір шаһарында көшпелі болды, 12 градус 0-ден жоғары. Барнаул қаласында ауа температурасы плюс 14, жаңбыр жауады деп болжайды синоптиктер. Өскеменде аспан ашық, 20 градус 0-ден жоғары. Семейде күн бұлтты, плюс 21. Қарағанды қаласында жаңбыр жауы ықтимал, плюс 11 градус. Бас қаламыз Нұрсұлтанда жауын-шашынсыз, плюс 14 градус. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда жауын-шашынсыз. Ауа температурасы күндіз плюс 13, түнде минус 3 градус болатын болжайды. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай, аман сау болыңыздар.